Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 589 есеп шығарамыз. Біріншісі. 4 көбейту x минус 2-ден 1 тең 0. Мынау бірінші көбейткіш болады, мынау екінші көбейткіш болады. Енді екінші көбейткіште x тұр, ол онда белгісіз болады да. Сөзде x минус 2-ден 1 табамыз. 0-ді бөлеміз 4-ге. 0 бөлінеді 4-ге, бірақ 4 бөлінбейді 0-ге. Өйткені санды 0-ге бөле алмаймыз. Бірақ 0-ді санға, натурал санға, мыналарға бөле аламыз. Енді x минус 2-ден 1 тең 0 болады. Енді осыдан x табамыз. x-тен 0 плюс 2-ден 1. x-тен 2-ден 1 болады. Енді тексерейік. 4 көбейту 2-ден 1 минус 2-ден 1 0-ді береді. 4-ке 0-ді көбейтсек не болады? 0 болады. Біріншісі бітті. Екіншісі 8 көбейту x минус 14-ден 3 тең 0. Енді мұнда тағы да x минус 14-ден 3 екінші көбейткіш белгісіз. 0-ді 8-ге бөлеміз. x тең дейміз. Мына тең емес былай жазайық. X минус 14-ден 3 тең 0. Одан не табамыз? X тең 0 қосу 14-ден 3 болады. Өйткені мынау мына жаққа шыққанда не істелінеді? Қосылады. Ал бұны бастауыштан кәдімгі қарапайым теңдеу шештіңдер. Тура соның жолы, бірақ мұнда жай бөлшектер. 14-ден 3. Енді тексерейік. 8 көбейту 14-ден 3 минус 14-ден 3 тең 0. Үшіншісі x минус 1/4-ден 3 көбейту 3-ден 2 тең 0. Мұнда тағы бірінші көбейткіш белгісіз болады. Мынау бірінші көбейткіш ретінде. Сөзде мына 0-ді бөлеміз мынаған. 0 бөлу 3-ден 2 дейміз. x минус 1/4-ден 3 тең 0 болады. Енді x тең дейміз. x тең 0 қосу 1/4-ден 3 болады. Теңдіктің екінші жағына шыққанда неме? Таңба қарама қарсыға өзгереді. X тең 1/4-ден 3 болады. Енді орнына қойып тексереміз. 1/4-ден 3 минус 1/4-ден 3 көбейту 3-ден 2. Мына жақшаның ішіндегі 0-ге тең, кез келген санды 0-ге көбейтсек 0 болады. Төртіншісі x минус 2/4-ден 1 көбейту 5-ден 4. Мұнда тең 0. x минус 2/4-ден 1 ол бізде не? Іздеп отырғанымыз. Енді ол белгісіз болады. Тең дейміз. 0 бөлу 5-ден 4 дейміз. Соң кейін x минус 2/4-ден 1 тең 0-ге. Осыдан біз тауып отырамыз. Нені табамыз? X-тен 0 қосу 2/4-ден 1 дейміз. Минусына жаққа шыққанда не істелінеді? Қосылады. Таңба қарама қарсы өзгереді. X-тен 2/4-ден 1. Осыдан біз не табамыз? Тексеріп табамыз. Ал тексерейік. Мұна екеуі азайтылғанда 0 болады. Кез келген санды 0-ге көбейтеміз. 0 болады. Бесіншісі 12 көбейту x минус 1/3. Енді көбейту 6-дан 5 тең 0. Енді мына жерде мынаны тағы не істейміз? Көбейтіп аламыз. Аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырып аламыз. Ал істейік. Ол үшін бірінші x минус деймді. Мынаны
белгісіз x болғандықтан осы ізделінді тауып отырамыз. 10 деймде, мына 10-ға бірді не істеймін? Көбейтемін. 10 болады, қосам 3-ті, 13 болады. Көбейту 6-дан 5 деймін. Бұны маған ыңғайлы болу үшін бір бөлшекке бірден көбейту дей салам. Алымын алымына, бөлімін бөліміне көбейттім деген сөз. 0-ді 12-ге бөлем. Міне, мына жерде көбейту тұрған ені мұнда барып не істеймін? Бөлемін. Ал ары қарай x минус, мына жерде бірден қысқартып жіберем. 5-ті 5-ке бөлем 1, 10-ды 5-ке бөлем 2. Мына жерде 2 мен 6-ны көбейтем. Неше? 12. 13-ке 1-ді көбейтем, 13 алымы, тең 0 дейм. Енді біз мынадан x тең дейм 0-ге қосам 12-ден 13-ті. Осыдан не шығады? Мына жерге жазайын, x тең 12-ден 13. Бұны аралассанға айналдырсақ 1/12-ден 1. Одан тексерілуін жазамыз. 1/12-ден 1 минус 1/10-нан 3 көбейту 6-дан 5 тең 0. Мына жерде мынаны көбейткенде 12-ден 13 шығады. Сөйде мынадан мынаны азайтсақ 0 шығады. Жақшаның іші 0 болғандықтан кез келген санды 0-ге көбейтсек 0 шығады. 6-шысы 9 көбейту x минус 3/2-ден 1 көбейту 7-ден 4 тең 0. Енді мұнда x минус деймде, мұны аралассанды бұрыс бөлшекке айналдырып алам. 2-ден 7, 2-ге 3-ті көбейттім 6, қосам 1-ді 7. Мен бір бөлшекке бірден жазып жіберем. Алымын алымына, бөлімін бөліміне көбейтіп. Тең 0-ді бөлем 9-ға. Мынаны мынаған бөлем деген сөз. Сөзде x минус, мынау мен мынау қысқарады. 7-ге 7-ні бөлем 1, 7-ге 7-ні бөлем 1. 2-ні 2-ге бөлем 1, 4-ті 2-ге бөлем 2. Сөзде x минус 2 болады. Өйткені 1-ге 2-ні көбейтсе неше? 2, 1-ге 1-ді көбейтсе 1. 2 бөлшек деген ол бөлу деген сөз ғой. 2-ге 1-ді бөлем неше болады? 2 болады. Мен 1-ден 2 деп жаза салдым. Енді тең 0/9 0. Кәдімгідей ары қарай есептейміз. X тең 0-ге 2-ні қосам. X тең 2 болады. Оны тексеріп 9, 2 минус дейміз де берілген жазамыз. 3/2-ден 1 көбейту 7-ден 4 тең 0 болды.